Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 498 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің кафеде буын деп аталады. Бұл сабақта сен сөздің буыннан тұратынын түсінесің. Сөздегі буын санын анықтай аласың. Мәтіннің мазмұнын түсініп, мәтіндегі негізгі ойды анықтайсың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ребус шешіп алайық. Бірінші суретте біз нені көріп тұрмыз? Борды көріп тұрмыз. Екінші суреттен қауынды көріп тұрмыз. Бор деген сөздің соңғы екі әрпін, қауын деген сөздің алғашқы екі әрпін алып тастайық. Сонда қандай сөз шықты балалар бізде? Дұрысыңдар балалар, буын деген сөз шықты. Буын туралы біз не білеміз? Сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысал келтірейік. Нан деген сөзді алайық. Нан деген сөзде бір дауысты дыбыс бар, яғни бір буын бар екен. Кітап деген сөзде екі дауысты дыбыс бар екен, яғни екі буын бар. Кітап. Дәрігер деген сөзде үш дауысты дыбыс бар екен, яғни үш буын бар деген сөз. Дәрігер. Есіңде сақта, сөзде мағына болады, ал буында мағына болмайды. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мына суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл кафе екен. Кафе дегеніміз не? Кафе дегеніміз көпшілік демалатын және тамақтанатын орын. Ендеше келесі мәтініміз осы кафеге байланысты болады екен. Бірінші жаттығу, мәтінді мәнерлеп оқы. Балалар аналарымен кафеге келді. Олар тапсырыс беру үшін даяшыны шақырды. Осы арада екі бала бір-бірімен сөйлесіп те үлгерді. Сенің анаң қайда жұмыс істейді? Менің анам дәрігер. Ал сенің анаң қайда жұмыс істейді? Менің анам наубайшы. Ол адамдарға нан пісіреді. Нансыз ешкім де өмір сүре алмайды. Дәрігер де өмір сүре алмай ма? Иә, нансыз дәрігер де өмір сүре алмайды. Астарың дәмді болсын деген даяшының сөзі балалардың әңгімесін үзіп жіберді. Енді балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, балалар аналарымен қайда келді? Олар тапсырыс беру үшін кімді шақырды? Олар не туралы сөйлесті? Балалардың аналары кім болып істейді? Екі баланың арасында болған әңгімені айт. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемдерді көшіріп жаз. Дәрігер, наубайшы сөздерін буынға бөл. Жазыңдар балалар, енді екінші жаттығуға қарайық. Сиқырлы сандықшадан ізетті сөздерді ізде. Өтінемін, мүмкін болса, ғафу етіңіз, кешіріңіз деген ізетті сөздер көріп тұрмыз. Тағы қандай ізетті сөздер болуы мүмкін? Қане еске түсірейік. Үшінші жаттығу. Кафеде тақырыбында әңгіме құра. Сөйлеу барысында өтінемін, мүмкін болса, ғафу етіңіз сөздерін пайдалан. Төртінші жаттығу. Суреттегі тағамдардың атауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Яғни балалар, мына суреттерді қойып, сөйлем құрауымыз керек. Мысалы, Зәуре алма сатып алды. Суреттегі тағам атауларын буынға бөл. Кім жылдам ойыны? Әуелі бір буынды, содан кейін екі буынды және үш буынды сөздерді ата. Балалар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізге 8-ші сабақтағы
бірінші жаттығуды және төртінші жаттығуды орындаймыз. Одан кейін шығармашылық тапсырманы да орындаймыз. Суреттегі заттардың атын тауып, оларды буынға бөліп жазамыз. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді бағдаршам түстер арқылы бағалаңдар. Іске сәт!